нәрселерден қалыптаса қоймайды. Келесі аят: Нестағиду билла. Таназзалул малаикату уар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Таназзалу деп басталғанда бұрын ойлайтын едім, неге бұлай тұр? Что-то соңы таназзала болу керек емес па? Өйткені өткен шақ қой деп ойлайтын едім да. Пока правиласын білмегенше, ол бастапқы кезеңдерде. Неге таназзалу? Бұл өзі 5-ші бап, формуламыз мынау қыздар. Етістігіміз таназзала өткен шақта. Қараңыздар, тафаала, таназзала. Етафаалу, етаназзалу. Тафаал, таназзал деп кәдімгідей формуламен салыстырып қараңыздар. Сөйтіп өздеріңіз формулаға қарап отырып, мынаны алып тастап өткендегідей өзіңіз айтуға тырысыңыздар. Мысалы, тафаала, таназзала болса, етафаалу, يتنزل تنزل تنزل متنزل متنزل деп кәдімгі сабытты үнемі талдаңыздар. Ләйләтул қадір емес, мәләйка деп, мәләйкаға байланысты, негізі мәләйка ақылды жаратылыстар ғой. Алайда оған қатысты етістікті кей кезде мағынас түрінде бере береді. Топ деген мақсатта жамағатун сөзі бар сияқты ойлап, сол жамағатунға байланысты мағынас етістік. Негізі тәтәнәззәлу қыздар. Алайда аятта тәтә деген әсіресе осы тәфәғүл 5-ші баппен тәфәғүл бабы тәтә деп мағынас түрінде етістік келгенде қайталанғанда біраз тілге айтылуы қиындау. Сондықтан алдындағы тәні түсіп тастап айтады. Сондықтан тәнәззәлу болып кетті. Бұл мастар емес, бұл өткен шақ емес, бұл осы шақтағы етістік. Тәтәнәззәлу егізі. Қарған түрі тәнәззәлу. Мәләкүн періште. Мәликүн емес қыздар. Мәликүн ол патша еді. Оның көпше түрі мүлік. Ол мәләкүн. Мәләк деген аты бауырымызда атын мәләк деп жазған екен ғой. Бұл мәләк. Мәлик емес. Көпше түрі мәләикәтун. Періштелер. Рухын негізінде жан дегенді білдіреді, алайда аяттарда Жибраил мақсатында да қолданған. Жибраил періште. Рух деген кезде оның басына әл артиклін келтіре отырып айтады. Руху. Жибраил алейхиссалам. Күллін әр немесе барлық дегенді білдіреді, алайда күллін сөзі жекеше түрдегі бір сөзге сөзбен изафет құраса, ол әрбір іс дегенді білдіреді. Күллі әмрен. Басына мен келгендіктен мен күллі әмрен деп келді аятта. Аятта да әр-руху атау септігінде келді. Изнун рұқсат дегенді білдіреді. Изну раббихим изафеттік тіркез бұл. 3 сөзден құралып тұр. Изну әр-рабби. Раббы өзі де изафет болғандықтан әл жоқ. Мұда рабби хим. Раббихим. Басына бе келгендіктен бе изни раббихим. Раббыларының рұқсаты мен дейді. Енді аяттың өзін түсіндірек. Тәнәззәлу тәтәнәззәлу деді. Әл-мәләикәту. Уар-руху. Фиха. Қайда қайтып тұр қыздар? Онда десек. Ләйләтул қадірге қайтып тұр ма? Иә, ләйлә муаннас көріп Муаннасқа муаннас сәйкес заңмен қойылды. Изни раббихим, раббыларының. Кім қайда қайтып тұр? Олардың Кім олар? Періштелерге ма? Періштелер ғой, мұнда алдыңғы аятта кім айтылып тұр? Періштелер және де негізі Жибраил алейхиссалам деп тұр. Жибраил алейхиссалам періштелерді кімнің рұқсатымен түседі? Алла. Олардың раббыларының рұқсатымен дегенде кім? Періштелер және Жибраил періште. Енді мына жерде де бір уа бар көріп тұрсыздар. Бұл атыф, бірыңғай мүше. Негізінде тәнәззәлул мәләикәту, тәнәззәлул руху ғой, сонда екеу біріккенде екі рет тәнәззәлу демей, періштелер және Жибраил періште түседі дегенде ортасына уа деп жібергенбіз. Тәпсірінде
تاخد تنزل دي نيجي تنزل الملائكة وينزل جبرائيل عليه السلام فيها يعني في ليلة القدر بإذن ربهم سبحانه بكل أمر أربر إسبين وإذا بوجد عن التوشبوست قمدا إس قضاه الله في تلك السنة صوجل إشن الله تعالى تقدر etken жазған істермен сүрет. Ризқан кәні қаласақ ол рызық болсын, ау мәутан немесе өлім, ары қарай өмір сүру, ау уиладатан немесе біреудің туылуы, ау ғайра зәлика мимма юқаддируhu Аллаху. Ол түнде Аллаху Тағала тағдыр ететін барлық нәрсе. Қадір түнінде Жибраил алейхиссаламмен періштелер сол істерді алып түседі. Яғни қадір түні біз әдет айтып жатамыз. Қадіріміздің жазылатын күні. Алайда қадір адам тумай тұрып, Адам алейхиссалам жаратылған уақытта жазылып қойған ғой тағдырымыз. Біз туылатын кезде емес, біз ана қарнына түскен кезде емес. Негізі ана қарнына түскенде өлімі, қашан өлетіндігі, рызығы деген сияқты мәселелер жазылып қояды, бірақ ол баста жазылып қояды, кейін түсіріледі. Сонда мына жерде осы түнде осындай мәселелер түсіріледі. Біз енді рызықты, тағдырды біз өзгерте алмаймыз ғой, бірақ біз дұға етеміз, бұл түнде біздің осы жылымыз үшін, яда келесі жылымыз үшін, өйткені алдымыздағы жылымыз үшін ғой. Дұға етеміз, алайда біздің дұғамыз да сол тағдырдың ішінде екендігін білеміз. Сондықтан бар ықыласымызбен дұғамызды жасай береміз. Яғни біздің егер де басымызға бір сол дұғамызға байланысты бір нәрселер келіп жататын болса, ол да жазуда бар нәрсе. İrabına geleyik. Tenezzalu istinaf sanin. Жаңадан басталған жаңа сөйлем дейді. Вал cümle musta'nafa. El cümle musta'nafa. Жаңадан басталған. Сондықтан لا محل لها من الإعراب. إعرابта bir орны жоқ. تنزل فعل مضارع مرفوع. الملائكة فاعل. والروح عطف نسق على الملائكة. ملائكаға өзі бөлек келген деген мақсатта насақ дегеніміз жаңағыдай атф етіліп тұрған сөз екінші фаил ғой негізі, бірақ арабшада оны мағтуфун марфуун деп кетеді, яда атфу насақ. فيها جار ومجرور متعلقان تنزلون أو يددت فيها مز بمحذوف حال من الملائكة. ملائكаның түсіп қалған халінің несі сонымен байланысты деп қаралады. Яғни муталаббисина, ол күнде түсетін періштелердің деген сол түскен күйде періштелердің дегенмен байланысты деп қаралады. Негізінде тікелей етістікпен қатысты десек те болады танасы. Сондықтан ау деп мына жерде шатастырмау үшін алып қалайық. Бизне жаруа мәжрур ол да таназзалумен қатысты. Қалай түседі? Рұқсатымен. Қашан түседі? Сол түнде. Сондықтан харфу жар исм мәжруды байланысты дегені осы етістікпен. Қашан түседі? Фиха. Қалай түседі? Изниллахи. Изни раббихим. Изни мудaf, раббихим мудaf. Раббінің өзі мудaf, әрі мудaf илейх қыздар. Сондықтан мәжрур болып тұр. والها مضاف إليه الميم علامة الجمع. ربي صندوقتان مضاف إليه негізінде مجرور بالكسرة толық ирабында. وهو مضاف әрі ол مضاف. Алдындағы مضاف إليه өзінен кейінге مضاف. Сондықтан مضاف болғанда әл-артиклі алмайды. Алайда қызметін көрсететін алдындағыға байланысты қызметіне. Сондықтан مجرور. من كل جار ومجرور متعلقان بتتنزل وهو مضاف. كلümüz مضاف kızlar. Emrin mudaf ile. Bu түсінікті ме? Яғни соншалықты маңызды бір түн. Періштелер әрбір іспен жеке-жеке алып түседі дейді. Жибраил алейхиссаламның өзі де. Жибраил алейхиссалам негізі өте ұлық істерді атқарған періште ғой. Құранды алып түскен, білесіздер, Hazreti Maryamға да Иса алейхиссаламды сүйіншілеп түскен кезде тағы да Жибраил деген сияқты. Келесі аят нестаиду билла саламун хия хатта матла'ил фаджр. Саламун хия
hatta matla'il fajr. Selamın mağanası öte keng söz, salim, esenlik, beybiçilik, amanlık. Matla'un mef'alun degen үлgüde kelgen söz. Үлgüsü mef'al. Tala'a yatla'u atadı, tuğdu, gün tuğdu, ay tuğdu degen кезде koldanamız da tala'a degen. Sodan tuğan vaqt, tuğan jer degen mağanаны bildirетін ismu makan, ismu zaman formulası o mef'al degen. Fajrun taң. Matla'ul fajri tаңның атуы, ату kezi, atу vaqti, atу mekeni екеуін de білдіре береді. Hatta matla'ul fajri. Taң atqanға дейін. Selamun hiye hatta matla'ul fajri de tafsirde selamun degen amnun degенді білдіреді. Amnun bir қауіпсіздік, selamatun amandық. Ve teslimun minel melaike. Yani de periştelerden тәсілімнің мағыналары бірнеше мағынасы бар әрине. Бұл жерде әрбір істі әкеп тапсыру ғой бұларға тәсілім. Сонымен қатар Аллахтың әміріне мойынсынуды да білдіреді. هذه الليلة المباركة. هذه الليلة المباركة оның анықтауышы. Мынау хабар хайрун күллуха. Оның бары түгелмен, түннің толығымен барлығы хайрлы дейді. Min ibtidaiha basından бастап hatta nihayetiha sonuna deyin son қай кезде bitulu'l fajri yani таң атқанға дейін таң намазының уақыты кіргенге дейін бұл күн шығу емес күн шыққанға дейін емес таң сәріге кіргенде күн арабшада қыздар ақшам уақыты кірген уақыттан бастап таң намазы кірген уақытқа дейін ғой негізі сондықтан ақшам намазынан кейін уже ғибадаттарды бастап кетеміз. Ал біздердің әдетте тәһәжүд намазын оқитын уақытымыз ол түннің соңғы 1/3 бөлігі. Әдетте біз тәһәжүд уақыты үшін Аллаху Тағаланың біздің жақын көзімізге түсіп төмендеп дұға еткендер бар ма, қабылдайын, шипа тілегендер бар ма, шипа берейін. Ризық тілегендер бар ма, яғни кеңейтейін деген уақыты ол түннің соңғы 1/3 бөлігі. Ал қадір түні болатын болса, түн кірген уақыттан бастап, толығымен сол түн. Саламын сөзі алдыға шығып кеткен хабар мұқаддам деп қаралады. Хия оның нұқтадасы. Яғни ол саламын ләйләтул қадр ғой, хия дегеніміз ләйләтул қадр ғой. Негізінде Ләйләтул қадр сәламын. Сонда бұл мына иғрабқа қарасаңыздар, негізінде сөйлеміміз Ләйләтул қадри сәламын. Негізі осындай сөйлем дейді, алайда сәламды алдыға шығарып жерді. Сәламын Ләйләтул қадр деп. Логикасын түсіну үшін сөйлемді түсіндіріп алдым. Енді Ләйләтул қадр сөзі алда келді ғой. Сондықтан сәламун хия деп берді. Бұндай түрде әдетте сөйлем келмейді. Бұл Құранның ішіне, Құранға хас сөйлем түрлері ғой. Сәламун хия деп сөйлем құралмайды. Хатта харфу ғаятин уә жаррин